Саламатсыздар ма 8-ші сынып оқушылары 22-ші есеп өрнекті көбейтінді түрінде жазыңдар. Оқушылар ең алдымен аның к дәрежесін сол күйі жазып аламыз. Қосу деп аламыз да, мұнда оқушылар бізде негіздері бірдей болған кезде дәрежелері қосылады. Осыны біз көбейтінді түрінде жазып алайық. Аның к дәрежесі көбейтілген аның 1 дәрежесі болады. Мұнда бізде екеуінде де аның к дәрежесі бар екен. Жақшаның сыртына шығарамыз, яғни ортақ көбейткіші. Сонда бізде жақшаның ішінде қалады 1 қосылған аның 1 дәрежесі. Мұндағы 1 дәрежені жазбай қойсақ болады. Мінекей осылай көбейтінді түрінде жазамыз. Енді мұнда бізде 5-тің өзі жазылады. Мұнда x-тің k қосылған 3 дәрежесі екен, оны біз былай жазамыз. x-тің k дәрежесі көбейтілген x-тің 3 дәрежесі. Мінекей негіздері бірдей болған кезде не істейді? Дәрежелері қосылады. 10-ның x куб дәрежесі. Енді оқушылар мұнда бізде 5, мұнда 10, екеуінде де 5 деген сан бар. Мұнда x-тің куб дәрежесі, мұнда да x-тің куб дәрежесі бар екен. Екеуі не істейді? 5x куб ортақ көбейткіш болып жақшаның сыртына шығады. Сонда бізде жақшаның ішінде қалады x-тің k дәрежесі және плюс 2 қалады. Мұнда біз 5x кубты 2-ке көбейтіп болсақ, 10x куб болады. Енді мұнда бізде 4-тің өзі жазылады. x-тің k дәрежесі көбейтілген x-тің 2 дәрежесі болады. Қосамыз, мұнда біз 20 x-тің k дәрежесін жазамыз. Мұнда бізде 4 мен 20-ның ішінде 4 деген сан бар. X-тің k дәрежесі екеуінде де бар, жақшаның сыртына шығады. Сонда бізде жақшаның ішінде қалады x квадрат қосылған 5. Енді мұнда бізде y-тің k дәрежесі көбейтілген y-тің квадраты. Азайтамыз y-ті. Мұнда бізде y квадрат, y екеуінде де y бар, кішкентайы сыртына шығады. Сонда бізде жақшаның ішінде қалады y-тің k дәрежесі көбейтілген y азайтылған 1 қалады. Енді мұны біз ықшамда жазатын болсақ, y-тің k қосылған 1 дәрежесі азайтылған 1 болады. Мінекей осылай қалдырамыз. Енді мұнда біз аның k дәрежесінің өзін жазып аламыз. Мұнда бізде b-ның 2k дәрежесі екен, яғни k-дан екеу, ашып жазайық. b-ның k дәрежесі көбейтілген b-ның k дәрежесі. Мінекей негіздері бірдей болған кезде дәрежелер қосылады. k-дан екеу, мінекей 2k болады. Қосылған a-ның k дәрежесі b-ның k дәрежесі. Мұнда бізде a-ның k дәрежесі, b-ның k дәрежесі екеуінде де бар, жақшаның сыртына шығады. Мұнда мінекей мына екеуі шығып кетті, сонда бізде b-ның k дәрежесі қалады. Мұнда бізде мына екеуі шыққан кезде 1 қалады. a-ның k дәрежесі, b-ның k дәрежесі 1-ге көбейтетін болсақ, мына қалыпқа келеді. Енді оқушылар осылай қалдырсақ та болады, немесе мына еді k дәрежелері бірдей болғандықтан былай жазсақ болады. a-b-ның k дәрежесі көбейтеміз, мынау жақшаны өзін жазып қоямыз. Сегіздіп жазайын. b-ның k дәрежесі қосылған 1. Мінекей осылай қалдырамыз. Енді келесі, соңғысы. Мұнда біз 15 x-тің 2k дәрежесі қосылған 1 делінген екен. Оны былай ашып жазамыз, x-тің 2k дәрежесі көбейтілген x-тің 1 дәрежесі. 1 дәрежені жазбай қойсақ болады. Мұнда да дәл сондай 25 x-тің k дәрежесі көбейтілген x деп жазамыз. Енді оқушылар мұнда бізде 15 пен 25-тің ішінде екеуінде де 5 деген сан бар. 5-ті жақшаның сыртына шығарайық. Оқушылар мұнда бізде 2k, мұнда k делінген екен. 10-ті ашып алайын. 15 мынау сияқты ашайын, x-тің k дәрежесі тағы x-тің k дәрежесі көбейтеміз x.
Сонда бізде жақшаның сыртына шығады 15 пен 25-тің ішінде екеуінде де 5 деген сан бар. Және мұнда біз x-ің k дәрежесі x, x-ің k дәрежесі x жақшаның сыртына шығады, Сонда 15 шығу үшін мұнда бізде 3 жазылады. Мұнда бізде мына екеуі шығып кетті. X-ің k дәрежесі қалады. Мұнда бізде 25 шығу үшін 5-ті жазамыз. Мұнда бізде мына екеуі шығып кетті. Мінекей, осылай қалдырсақ болады. Немесе мына жерде мынау сияқты кішкене ықшамдай салайық, 5-тің x k қосылған 1 деп алсақ болады. Негіздері бірде болып тұр ғой, дәрежелерін қосайық. Оқушылар, келесі 23-ші есепте 41-дің 3 дәрежесі қосылған 19-дің 3 дәрежесі өрнегі 60-ға, сол сияқты мына берген өрнегі 50-ге, тағы мұндағы берген өрнегі 400-ге және мұндағы мына өрнек 1080-ге бөлінетінін көрсетіңдер. Оқушылар, мына бізде формулаға түседі, яғни а куб қосылған б куб деген формулаға түседі. Ол ашылады. Ең алдымен кубсыз қосамыз, яғни а қосылған б деп алушы бірінші жақшаға, сонда 41 қосылған 19 деп аламыз. Келесі жақшаға толымсыз квадратын жазушы едік, яғни 41-дің квадраты азайтылған 41 көбейтілген 19 қосылған 19-дің квадраты деп алушы едік, яғни а қосылған б, а квадрат минус а б қосылған б квадрат. Осылай ашылушы еді. Қысқаша көбейту формуласына түседі. Мына 60-ты көзін жазамыз. Енді 41-ге 19 қосамыз, 60 болады. Келесі жақшаның сойғы жаза салайық. Бөлімінде 60. Оқушылар, мұндағы 60 пен 60 қысқарады. Мінекі бөлініп тұр, Мұнда қалған дес қойық. 41-дің квадраты минус 41 көбейтілген 19 қосылған 19-ның квадраты. Демек 60-ға бөлінеді. Мұнда дес қойын. Жауабы 60-ға бөлінеді. Енді мұнда да дәл сондай қысқаша көбейту формуласына, яғни екі өрнектің кубтарының айырымы деген формулаға түседі. Ең алдымен кубсыз азайтып аламыз. Енді келесі жақшаға толымсыз квадратын жазамыз. А-ның квадраты плюс а көбейтілген б қосылған б-ның квадраты. Яғни 29-ның квадраты. Мынау бізде жақша. Енді 79-дан 29 азайтамыз, 50 болады. Келесі жақшаны сойғы жазамыз. Бөлеміз 50-ге. Енді оқушылар, мұнда бізде 50 мен 50 қысқарады. Қысқарса, демек 50-ге бөлінеді деген сөз, қалғанын жазып қойсылайық. Демек жауабы 50-ге бөлінеді екен. Мұнда жазып қойын. 50-ге бөлінеді. Келесі үшінші есепте мұнда 66 мен 34-дің ішінде екеуінде де 2 деген сан бар. 2-ның кубын жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда бізде қалады 33-дің кубы қосылған 17-ның кубы.
Оқушылар, мұнда 2-ні көбейтеміз 33-ге 66 болады. 2-ні көбейтеміз 17-ге 34 болады. Екінің кубы, 2-ні өз-өзіне 3 көбейту деген сөз 8 болады. Мұнда 33 қосылған 17-ні өзін жазамыз да, келесі жақшаға толымсыз квадратын жазамыз. Яғни А-ның квадраты азайтылған 33 көбейтілген 17 қосылған Б-ның квадраты, яғни 17-ның квадраты. Бөлімінде 400. Мұнда 8-ді көбейтеміз 33 пен 17-ның қосындысына, яғни 50-ге. Келесі жақша сол күй жазылады. Бөлеміз 400-ге. Мұнда 8 бен 50-ді көбейтсек 400 болады. Мұндағы 400 бен қысқарады. Сонда тең болады 33-ның квадраты азайтылған 33 көбейтілген 17 қосылған 17-ның квадраты. Сонда 400-ге қысқаратын болса, демек 400-ге бөлінеді деген сөз. Енді келесі 4-ші тапсырмасы бізге 54-тің кубы мен 24-тің кубын азайтқан кезде 1080-ге бөлінетінін көрсетуіміз керек. Оқушылар, мұнда бізде 54 пен 24-тің ішінде екеуінде де 6 деген сан бар. 6-ның кубын жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда бізде 54 шығу үшін 9-ның кубы деп аламыз. 9 деп аламыз, 24 шығу үшін 4 деп аламыз. Яғни 4-дің кубын жазайық. Енді мұнда 6-ның кубы 216 болады. Бір ресімдесіп кете салайын. 9 азайтылған 4. Келесі жақшаға 9-ның квадраты азайтылған, жоқ, мұнда бізде плюс болады. 9 көбейтілген 4 қосылған 4-дің квадраты. Екі 216-ны көбейтеміз. Мұнда екеуінің азайтындысы 5 болады. Мұнда 1080. 216-ға көбейтеміз 5-ті, 1080 болады. Сонда 216 мен 5-дің көбейтіндісі мұндағы 1080 мен қысқарады. Сонда мұнда бізде 9-ның квадраты қосылған 9 көбейтілген 4. Оқушылар, мұнда есептеп жазсаңдар болады. 81, 36 қосылған 16 деп. Сонда 1080-ге қысқарса, демек 1080-ге бөлінеді деген сөз. Келесі 24-ші есеп тең-бе-теңдікті дәлелдеңдер. Оқушылар, мұндағы теңдіктің екі жағы бір-біріне тең екенін дәлелдейміз. Ол үшін теңдіктің оң жағын орындаймыз. А-ны көбейтеміз мұндағы жақшаның ішіндегі әрбір мүшесіне. Сонда А-ның 5 дәрежесі. А-ны көбейтеміз А кубқа 4 дәреже болады. Мұнда бізде 3 дәреже. А-ның квадраты қосылған А болады. Енді мұнда бізде минус 1 көбейткен кезде мыналардың барлығының таңбасы өзгеріп шыға келеді. Яғни минус А-ның 4 дәрежесі, минус А куб, минус А квадрат, минус А плюс 1 болады. Енді мұндағы А-ның 4 дәрежесі мен минус А-ның 4 дәрежесі қысқарады. Мұнда А куб пен минус А куб, А квадрат пен минус А квадрат қысқарады. Мұндағы
а мен минус а қысқарады. Сонда бізде қалады аның 5 дәрежесі. Мұнда минус 1 мен плюс 1-ді көбейткен кезде оқушылар минус шығу керек, не үшін плюс деп қойғанды. Сонда минус 1 болады. Мінекей аның 5 дәрежесі минус 1 шықты, демек дәлелденді. Енді келесінде аны мұндағы жақшаның ішіндегі әрбір мүшесіне көбейтеміз. Аны көбейтеміз аның 4 дәрежесіне, аның 5 дәрежесі болады. Мұнда аның 4 дәрежесі b, қосылған аның кубы b квадрат. Мұнда бізде а квадрат b куб. Енді мұнда бізде аның b-ның 4 дәрежесінің көбейтіндісі. Енді минус b-ны көбейтіп шығайық. Аның 4 дәрежесі b минус а куб b квадрат минус а квадрат b куб. Енді минус а b-ның 4 дәрежесі минус b-ның 5 дәрежесі. Енді мұнда бізде аның 4 дәрежесі b мен минус аның 4 дәрежесі b қысқарады. А куб b квадрат пен мұндағы мінекей минустың басы қысқарады. Мұндағы а квадрат b куб пен минус а квадрат b куб қысқарады. А көбейтілген b-ның 4 дәрежесі мен минус а көбейтілген b-ның 4 дәрежесі қысқарады. Сонда қалады аның 5 дәрежесі минус b-ның 5 дәрежесі. Мінекей мына түрге келді. Демек дәлелденді. Келесі үшінші тапсырмада мұнда аны көбейтеміз. Аның 5 дәрежесі минус аның 4 дәрежесі плюс аның кубы минус а квадрат плюс а болады. Енді плюс 1-ді көбейтетін болсақ, дәл осылай жазып қоя саламыз. Аның 4 дәрежесі минус а куб плюс а квадрат минус а плюс 1. Енді мұнда бізде минус аның 4 дәрежесі мен плюс аның 4 дәрежесі қысқарады. А куб пен мұндағы минус а куб қысқарады. Минус а квадрат пен плюс а квадрат қысқарады. Плюс а мен минус а қысқарады. Сонда бізде қалады аның 5 дәрежесі плюс 1. Мінекей мына түрге келді, демек дәлелденді. Енді соңғысы аны көбейтеміз әрбір мүшесіне. Аның 5 дәрежесі минус аның 4 дәрежесі b плюс аның кубы b квадрат минус мұнда анаға көбейтеміз, негіздері бірдей, дәрежелері қосылады. Бір дәреже бар деген сөзі b куб. Мұнда аны көбейтеміз b-ның 4 дәрежесіне, а b-ның 4 дәрежесі. Енді плюс b-ны көбейтейік. Мұнда минус а куб b квадрат плюс а квадрат b куб минус а мен b-ның 4 дәрежесін көбейтінсе плюс b-ның 5 дәрежесі. Мұнда оқушылар бізде минус аның 4 дәрежесі b мен плюс аның 4 дәрежесі b қысқарады. А куб b квадрат пен мұнда бізде мұндағы мен қысқарады екен, минус а куб b квадрат минус а квадрат b куб пен плюс а квадрат b куб қысқарады. Мұнда аның b-ның 4 дәрежесінің көбейтіндісі минус а b 4 дәрежесі қысқарады. Сонда бізде қалады аның 5 дәрежесі қосылған b-ның 5 дәрежесі. Оқушылар қажет болса каналымда басқа да жаттығу есептері және алгебра, геометрия, физика пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп, қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Каналға жазылуды, лайк басып, жеке өздерінің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.